Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы айнымалылар. Оқу мақсаттары: айнымалыларды қолдану. Сабақта үйренеміз, Scratch бағдарламасын білеміз, деректер блогын білетін боламыз. Балалар, ребусты шешіп көрелік. Жақсы, программа деген сөз шықты. Бүгінгі сабақта біз өзіміздің алғашқы программамызбен танысатын боламыз. Программа дегеніміз қандай да бір программалау тілінде жазылған іс-әрекеттердің тізімі, яғни компьютерге түсінікті командалар жиынтығы программа деп атаймыз. Бүгінгі сабақта біз Scratch бағдарламасымен танысатын боламыз. Scratch бағдарламасы арқылы біз анимациялық ертегілер, визуалды нысандар, ойындар және визуалды нысандарды жылжытуға, өзгертуге мүмкіндік беріледі. Scratch бағдарламасын жүктеу үшін Google браузеріне Scratch 2.0 жүктеу деп жазамыз. Алдымызда мынандай экран пайда болады. Тінтуірмен екі рет шерту арқылы ашамыз. Және Scratch бағдарламасын жүктеу батырмасын басамыз. Scratch батырмасын ашқан кезде алдымызда осындай экран пайда болады. Бірінші тұрған жер шары ол ортаның тілін ауыстыру. Мәзір жолағында файл, правка, подсказки, Scratch сияқты командалар орналасқан. Нысандардың орындайтын әрекет тізбегі, яғни нысандарды үлкейту, кішірейту, көшірме жасау, қиып алу әрекеттері орналасқан. Скриптілердің таңдау блогы. Scratch'те әрекеттерді скриптілер деп атаймыз. Скриптілерді суретшілер палитрасы ұқсап 10 бөлікке бөлген. Олар әрқайсысы әртүрлі түспен боялып көрсетілген. Спрайт, яғни Scratch'те жұмыс жасайтын кейіпкерімізді біз спрайт деп атаймыз. Сахна, яғни қойылатын барлық іс-әрекеттер осы сахнада жүзеге асырылатын болады. Кейіпкерлер, яғни ойында немесе ертегіде қолданылатын барлық кейіпкерлерді орналасады. Скриптілер облысы. Бұл жерде скриптілерді мозаика сияқты бір-біріне жалғау арқылы әрекеттер тізбегін жасайтын боламыз. Scratch бағдарламасында скрипттердің 10 түрі кездеседі. Олар әртүрлі болғандықтан, суретшілер палитрасына ұқсайтындықтан, оны біз скриптілер палитрасы деп атаймыз. Бүгінгі біздің қарастыратын скриптіміз деректер деп аталынады. Деректер скриптін басқан кезде алдымызда айнымалы жасау және тізім жасау деген екі команда шығады. Айнымалы дегеніміз Scratch бағдарламасында қандай да бір ақпаратты сақтайтын ұяшық болып табылады. Мәселен, оны біз жәшікке ұқсатуымыз мүмкін. Яғни керек заттардың барлығы жиынтығын осы айнымалыларда жиналатын болады. Айнымалының міндетті түрде атауы болады және оларға белгілеуге барлық спрайт үшін немесе тек осы спрайт үшін. Жақсы, батырмасын басқаннан кейін біздің айнымалы пайда болады. Алдымызда X мәнін беру, жою, мәнді бірге өзгерту, айнымалыны көрсету, айнымалыны жасыру деген сияқты командалар шығады. Мәнін беру дегеніміз айнымалыға қандай да бір мән беру. Яғни 0-ден бастап қандай да бір санға дейін айнымалының мәнін беруге болады. Айнымалының мәнін қайтару немесе жою керек болатын болса, айнымалының мәнін қайтару командасын басатын боламыз. Мәнін бізге бірге өзгерту. Берілген айнымалының мәнін бірге кеміту немесе бірге өсіру үшін осы команданы қосатын боламыз. Біздің Scratch'те жасаған бағдарламамызда айнымалы көрсетіліп тұру үшін айнымалыны көрсету батырмасын басамыз. Ал егер көрсетілмеуі үшін айнымалыны жасыру батырмасын басатын боламыз. Бүгінгі сабағымызға қатысты сөздіктерді дәптерімізге түсіріп алайық. Балалар, үйге тапсырма. Берілген командалардың қызметін жазыңыз.
Балалар, сонымен Scratch бағдарламасы қандай заттар жасауға арналған? Бағдарлама дегеніміз не? Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Сіздердің назарларыңызға рахмет. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.